Wi-Fi-ді рұқсатынсыз қолдануға бола ма? Яғни Wi-Fi адам қосып қойған, кейбірде болады, кодын тауып алады біреу, әлде код қойылмаған болады, соны қолдануға бола ма деп сұрақ қойып жатыр. Жалпы пайғамбарымыздың хадисі бар: иннаху ла яхиллу малу имриин илля битиби нафси минху. Бір адамның малы оның разылығын көрсеткенде ғана халал болады дейді. Алады болады, рұқсат беріледі. Не деген сөз? Яғни біреу сіздің өзінің малын қолдануға рұқсат бермеген болса, бір затын алуға рұқсат бермеген болса, сіз оны қолдана алмайсыз. Бұл шариғатта тыйым салынады. Оның хақысына кірген болып есептеледі. Сол себептен біреу Wi-Fi қосып қойды, сіз оны Wi-Fi-на кіре алмайсыз, егер де иесі рұқсат бергенге дейін. Сол сияқты бұл кез келген мәселе сондай. Біреудің затын рұқсатсыз алуға болмайды, және де оны қолдануға болмайды, егер де сол рұқсат берген болса. Араңызда жақындық болып, дос жарандар, туыстықтар, білесіз, ол зат алғанға қарсы емес болса, білсеңіз, қарсы емес, ол бұрын алып беріп жүргенсіз, сондай кезде алсаңыз болады. Бірақ кейін ескертесіз, мен алған едім деп. Ал бірақ ол алғаныңызға қарсы емес екендігіне ешқандай айғағы жоқ, әлде қарсы екенін білсеңіз, тіптен ол заттардың қолдануға болмайды. Ал енді жаңағы ашық доступтағы Wi-Fi болса, жаңағы самолет нелерде, аэропортта деген сияқты қоғамдық жерлерде бәріне ашық болған болса, ешқандай код болмаған болса, әлбетте ол сол Wi-Fi иесінің рұқсат бергеннің белгісі болып есептеледі.